сосын тағы не істеу керек? Дұрыс, өте жақсы. Келесі. Дұрыс, өте жақсы. Және Қасым. Денемізді шынықтыру керек. Және далада көп жүру керек. Жақсы, таза ауада, иә? Жақсы. Келесі. Дұрыс, өте жақсы. Және Айша. Айша. Ал Анны. Суда жағу керек. Жақсы. Келесі. Суды көп ішу керек. Су көп. Мәншік. Күшті көбейту керек. Күшті көбейту үшін не істейміз? Дұрыс, спортпен шұғылдану керек. Және сіз өте жақсы. Ал енді балалар қазір қандай тақырып өттік кеше? Денсаулық. Дұрыс. Денсаулықта Не қылайық? Сақтай. Денсаулық сақтау үшін не істеу керек? Қол көтеріп айтайық. Айттық мана. Айта ғой. Балалар, бірінің сөзін бөлмей. Айта ғой. Қаттырақ. Қандай тамақ? Кез келген. Ну, исламбек, сіздер мына жерде спорт түрлерін іздеуіміз керек. Кім Адлер районы сені көмектес. Сен іздейтін тазалық құралдарын іздейсің, ал сенің пайдалы тағамдарды іздейміз. Пайдалы тағамдар Мариям көмектес іздеуге. Тек еркек баладан шығарамын. Топтан. Екінші. Бірге. Келеуға. Асхат Келеуға. Пайдалы тағамдар. Сіздер пайдалы тағамдар іздейміз. Орындарына қойып. Тез қоямыз. Тез, өте жақсы, дұрыс. Қойған заттарын жарайсың. Бірінші бізде үшінші қаттар, үшінші топ болды, пайдалы тағамдарды. Екінші тазалық құралдар және спорт түрлерін дұрыс қойды. Енді сол туралы алады, сипайды қолында, сипайды жонында. Бұл не? Сабын. Сұрақ қойып, сабын деген сөзге. Не? Сабын. Заттың несін білдіріп тұр? Атауын білдіріп тұр. Тамаша. Бармасаң мына жерде? Жарайсыңдар. Келесі көреміз. Сенен күндесең, қолыңды сүйкесең, кетіп кірласың, тап-таза боласың. Су дейді. Ойланамыз, кетіп кірласың, тап-таза боласың. Сүлгі. Баласыз ана сүлгі айттыңыз ба, сабынды айттыңыз ба? Біріншісіне не айттыңыз? Мен беспей қалдым. Шастырған жоқпа мен. Біріншісіне не бұл? Айналап алады. Сүлгі дұрыс. Ал екіншісіне не екен? Шастырған айтса, мен шатысып қалдым ба? Сабын дұрыс. Бірінші сабын деп айтқан сияқтысыз, ә? Сабын. Келесі тыңдаймыз. Дәмі де жоқ, түсі де жоқ. Пайдаланбас, кісі жоқ. Су дұрыс. Су бес қажеттіліктің бірі. Барлық адам оны не қылады? Ішеді. Тағы не үшін пайдаланамыз суды? Аты білдіретін сөздерге кім, кімдер, не деген сұрақтар қойылады. Мысалы, салтанат, сүт, азық-түлік, сәбіз, дәрігер, балалар, жануар. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Кім деген сұраққа, не деген сұраққа жауап береді, және кімдер, неге мұқият болыңдар, қателеспейміз, бір тамшыдан аламыз, сөзімізді оқып тез орналастыра берейік. Айтып оқы. Аналар, былай қойып, тамшыны былай қойып, иә? Дұрыс, келесі. Асқар, қоя бер, айта бер. Сен айта бер сөзіңді. Қайсы сұрақ? Кітаптар дұрыс, өте жақсы, келесі. Пышақ, қайсынан қоясың? Сен қаламдар жақсы, дұрыс. Келесі. 1987 жылы Атырау облысы Құрманғазы ауданында Нұржау ауылында дүниеге келген екен. Оның көбелек, Кәусар атты жинақ кітаптары бар. Ендеше ашамыз бәрін. Өлеңді ашар. Қолыңды жу. Мен оқып берейін, саусағым шығайыпты. Қолыңды жу. Қолға сабын алып, мөлдір суға салып, жуу керек жиі ақ көбікке малы. Жасыл, қызыл, ағын, қолдана бер бәрін. Жуынғанда дайым, қолда тұрсын сабын. Қиын емес бұнда. Тас
тазалық бар мұнда. Таңда, түсте, кеште қол жуудан тым бар. Қандай? Қатырайды? Сабында деп атсыздар, қолды сабында жуу керек. Ал айтаба, Раяна. Ендеше балалар, қазір қолдарыңызды өлеңге қоямыздар. Мен кімнің атын айтамын, сол бала бір жолдан оқиды. Жарай ма? Бір жолын оқимыз. Сабын алып, Алжан, мөлдір суға салып, Ақмаржан, жуып, жуу керек жерге. Келесі оқи қой. Әдеп. ақ көбікке малым. Шолпан. Шолпан. Қарамай өтімізі қайсы? Жасыл, қызыл, ағын. Келесі Раяна. Қолдан бер бәрін. Бекнұр. Шүйет ағамыз. Жоқ, бар ма? Түсті шөткісі білегі бар ма? Не дұрыс? Су. Келесі тағы. Мөлдір не емес бақта? Қандай? Су қандай мөлдір болып тұр жерде? Не затты сақта? Не бар дейді бұл жерде? Тазалық барды. Көп. Ақ не? Көбік. Ақ көбік шығатын айтып отыр. Өте жақсы балалар. Енді балалар келесі. Түзеп отырайық. Жазамыз. Кел, Виктор, мөлдір деген сөзін қатардан бастап және жазаға. Төменнен жазайын. Ал, мектен жазайын. Оны жететін жерде жазайын емес. Бастайын, көтеріп жазайық бізге қазір бұл. Әдем жазамыз. Бәріміздің қалам бар ма? Өзін түзеп отырамыз, дәптерді көлбелетіп түзеп отырайық. Дәптерді көлбелетіп қойып, әдем жазамыз. Мөлдір денеңіз қисық болып өседі. Омыртқаларыңыз түзеп отырып жазылды. Дәптерді көлбелетіп қойды, түзеп отырып жазылды. Жатпаймыз дәптерді. Жақсы, келесі мөлдір келе қой. Арақашты сақтар, тек қалды. Тым арып. Арып деген не деген? Арып деген не деген? Арықтап қал. Кішкентай болып қал. Ешің кішкентай болып қал ғой. Ешің кішкентай болып қал. Дұрыс айтасың. Жуып бұл не қылды? Дұрыс судан алды кетеді екен. Ендеше бұның жауабы не екен? Сабын. Тақтаға жаза ештеңе мына жерде. Кеу. Андай бірінші. Сабын деп жазаға. Әрбір дұрысты. Сіздерде бала жазам екінші жат болды. Азат жолдан, өлең жолдарын әрқайсысы қандай әріптен басталады? Сабын. Тақтан қандай? Дауыссыз дыбыс. Толық айтамыз. Үнді ма? Б? Б. Б. Бұны шын қатарынан. Ұян дұрыс. Қандай қана? Дұрыс, үнді. Тамаша, өте жақсы. Әжеге жазамыз. Не сұрақтар қойып отырамыз, соған жауап беріп отырамыз. Арай, су деген сөз қандай сұраққа жауап береді? Не? Жақсы. Келесі. Алдия. Келесі екінші. Қандай сөз? Қандай сұраққа жауап береді? Не деген сұраққа дейді? Жақсы. Келесі айтамыз. Абзал. Үшінші сөзді оқи қой. Қандай сұраққа жауап? Не дұрыс? Жақсы. Жарайсың. Келесі. Кім айта бар? Раяна. Қара, қандай сұраққа жауап береді?
Al ikkinchi yerga neni suratini solamiz? Sürgü. Saldık onda. Birinchi yerga sabun, ikkinchisiga sürgüni suratini solamiz. Yani. Birovga sabun. Ikkinchisiga sürgü deb yozamiz. Suratini solamiz, suratini solamiz. Sabun, sürgü, sabun. Sürgü. Sürgü degan ne zat? Bola, sürgü degan ne? Normal. Mana aytdik-ku, suypaydi juranda, suypaydi qo'lda dedi. Surtkinamiz-da, suv bo'lganda surtga solamiz. Qaysi? Ayirmachiligi yo'q. Mana yerga solasizlar, sabunni mana yerga solasizlar. Soladi. Yet surat solib, men suratlarim. Sabun men sürgü solib ketdim. Birga o'rindaymiz. Qo'sib tanbasin qo'yasiz bolalar. Tiyishli yerga qo'sib tanbasin. Keling, har shu ikkovimiz birga o'rindaymiz. Birga o'rindaymiz. Birga o'rindaymiz. Ikkovimiz birga qo'sib tanbasin qo'yasiz. O'rta qarash. Sizlarga marta men qilganimiz ikkinchi shu. Tiyishli arqon mana tashlamiz. Ko'p ishlab qo'yda bergan tashlamiz. Şu hatta bakayım. Şu hatta bakayım. Git bitir. Tahu oturma. Qanday so'z chiqadi sizga bir-biriga? Bugün biz ne turalım ettik? Ne turalım ettik? Saqlov kerak ekan, tozalaqdan bastırdı. Quroli ne ekan? Sabun bu. Ya. Do'st aytasiz. Tam bir so'zini aytaychi, bir so'zini. Bu taqdirda ne tushundim? Tag'in ne tushundim? Juv kerak ekan, durust tag'in. Juv kerak ekan, tag'in nedir? Tag'in zatning aqlni direkt so'zga o'tib tur. Tam bir yerishni ko'rib qo'yaylik. Yerishni aytishdi. Chiqdi. Onu adına sabah sizga bo'ladi. Unda jim qo'llarni jim ko'rsatishlar.